Тағдырға разы болайық. Адам өмірі өзен секілді. Кейде асау толқынға ұрынып, кейде жай ағып, кейде тасты жарып өтеді. Біреудің жолы тегіс көрінеді, енді біреудің тағдыры сынаққа толы болады. Бірақ өмірдің ең үлкен даналығы қандай жағдай болса да тағдырға ренжи бермей, оған разы бола білу. Себебі разылық бар жерде тыныштық бар, сабыр бар, береке бар. Қазіргі заманда адамдардың көпшілігі өз өмірін өзгемен салыстырып үйреніп кеткен. Біреу бай болса, соған қызығады. Біреу атақты болса, соған еліктейді. Әлеуметтік желідегі әдемі өмірлерді көріп, өз тағдырын кем санайды. Бірақ сырттай жарқырап тұрған адамның ішінде қандай қайғы жатқанын ешкім білмейді. Әр адамның көтеріп жүрген жүгі бар. Біреу денсаулығымен сыналса, біреу жалғыздықпен, енді біреу жоқшылықпен сыналады. Сондықтан өз өмірімізді өзгенікімен өлшеу қателік. Тағдырға разы болу дегеніміз өмірдегі қиындықтарға мойынсыну емес. Керісінше, қандай жағдай болса да үміт үзбеу, әр сынақтың артында бір жақсылық бар екеніне сену. Кейде адам жоғалтқан нәрсесіне қатты қайғырады. Бірақ уақыт өте келе сол жоғалтудың өзі оны үлкен қателіктен сақтап қалғанын түсінеді. Өмірде кездейсоқ ештеңе болмайды. Әрбір қуаныштың да, әрбір қиындықтың да өз орны бар. Бала кезімізде біз бәрі бірден орындала салатындай көретінбіз. Армандарымыз көп еді. Уақыт өте келе өмір бізге бәрінің оңай еместігін үйретті. Кей армандар орындалмай қалды, кей адамдар өмірімізден кетіп қалды, кей үміттеріміз үзілді. Бірақ сол сәттердің бәрі бізді шыңдады. Егер адам ешқашан қиналмаса, ол мықты болмас еді. Егер ешқашан жыламаса, қуаныштың қадірін түсінбес еді. Қазақ халқы ежелден сабыр мен қанағатты жоғары бағалаған. Қанағат қарын тойғызады деген сөз бекер айтылмаған. Адамда бәрі бола тұра, көңілі толмаса, ол ешқашан бақытты болмайды. Ал қолында аз болса да, соған шүкір еткен адамның жүрегі тыныш болады. Байлық деген тек ақша емес. Денсаулық байлық. Ата-ананың амандығы байлық. Бала-шағаның күлкісі байлық. Таңертең ұйқыдан сау оянудың өзі үлкен нығмет. Кей адамдар өмір бойы бір нәрсені күтумен өтеді. Мынау болса бақытты боламын, осыған жетсем өмірім өзгереді деп ойлайды. Бірақ бақыт алыста емес. Бақыт дәл қазір, осы сәтте. Адам кейде қолындағы бақытының қадірін жоғалтқанда ғана түсінеді. Сондықтан әр күнімізге шүкір етуіміз керек. Тағдырға разы адам ешқашан әлсіз болмайды. Керісінше ол өмірдің соққыларына төтеп бере алады. Өйткені ол әр қиындықтың уақытша екенін біледі. Қара түннен кейін таң атады. Қыс кетіп көктем келеді. Адам өміріндегі ауыр күндер де мәңгі емес. Кейде өмір біз қалаған жолмен жүрмейді. Бірақ бұл өмір бітті деген сөз емес. Мүмкін біз сұраған нәрсе бізге зиян болған шығар. Мүмкін Алла бізге одан да жақсысын дайындаған шығар. Адам бәрін бірден түсіне бермейді. Кей шындық уақыт өткен соң ғана ашылады. Разылық адамның рухани байлығы. Разылық бар жерде қызғаныш болмайды. Өкпе, реніш азаяды. Адам өзгенің жетістігін көріп күйінбейді, керісінше қуана алады. Өйткені әркімнің несібесі өзіне жазылғанын түсінеді. Бүгінде адамдардың көбі асығыс өмір сүреді. Бір сәт тоқтап айналасына қарап, барына шүкір етуді ұмытып барады. Аспанның әдемілігін, жаңбырдың иісін, анасының дауысын, достарының жанында жүргенін бағаламайды. Ал шын мәнінде өмірдің мәні осындай қарапайым нәрселерде. Адам кейде тағдырын өзгерту үшін алысқа кеткісі келеді. Бірақ қайда барса да ең алдымен өз ойын, өз жүрегін өзгерту керек. Ішкі тыныштық болмай, сыртқы байлық ешқашан толық бақыт әкелмейді. Тағдырға разы болу әлсіздік емес, ол үлкен рухани күш. Себебі разы адам өмірмен күресуді тоқтатпайды, тек шағымдануды азайтады. Ол сүрінсе де қайта тұрады. Жыласа да үмітін үзбейді. Себебі әрбір қиындықтың артында жарық бар екенін біледі. Біз бұл өмірге мәңгі өмір сүру үшін келген жоқпыз. Сондықтан әр күніміздің қадірін білуіміз керек. Ренішті көбейтпейік. Адамдарды кешіре білейік. Жақындарымызға жылы сөз айтудан шаршамайық. Өйткені уақыт қайта оралмайды.
Бәлкім, бүгін сенің өмірің қиын шығар. Мүмкін, жүрегіңде ауыр мұң бар шығар. Бірақ ұмытпа, сенің басыңнан өткен әр сынақ сені әлсіз емес, мықты етіп жатыр. Бір күні артқа қарап, осы күндердің саған үлкен сабақ болғанын түсінесің. Сондықтан тағдырға ренжімейік. Барымызды бағалайық. Себебі разылық бақыттың кілті. Ал шүкір еткен жүрек ешқашан бос қалмайды.